Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір жасағаннан ақ өте керемет болып шығатын, өзім көптеген жылдардан бері қолданып келе жатқан құймақтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менің рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеле кетіңіз. Қажетті заттардың құрамын описание бөлімінде жазып қалдырамын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды шағамыз. Үстінен 3 ас қасықтай қант саламыз. Қасықтың ұшымен ас содасын және шым-шым тұз қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ал енді үстіне бөлме температурасындағы сүтімізді құямыз және 100 граммдай су құямыз. 2 ас қасық толы сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап бір араластырамыз. Ал енді үстінен електен өткізіп ұнымызды саламыз. Ұнның барлығын бірден салмаймыз, 2-ге немесе 3-ке бөліп саламыз. Іртігін қалдырмай, барлығын біркелкі етіп, жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, массаның сұйықтығы осындай болу қажет. Ал енді отымыздың астын жағып, табамызды бір майлап жібереміз. Оттың астын орташа етіп қоямыз. Табамыз қызғаннан кейін құймақтарымызды құямыз. Құймағымыздың бірінші беті қызарып піскеннен кейін екінші бетіне аударып, екінші бетінде дәл солай қызартып пісіреміз. Келесі құймақтардың барлығында дәл осылай пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, құймақтарымыз тесік-тесік болып, өте әдемі болып пісіп жатыр. Құймақтарымыздың барлығын пісіріп дайындап алдық. Көріп тұрғандарыңыздай, екі беті де қызарып, барлығы керемет болып пісіп шықты. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Егер көрсетілген құраммен жасайтын болсаңыз, сізде де осындай керемет құймақтар шығатын болады. Құймақтарға өздеріңіз қалаған кез келген салманы салып жей берсеңіздер болады. Өте керемет шығады, дайындап көріңіздер. Менің видеом ұнаса, каналыма міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен болған Нұрзина, назарларыңызға көп-көп рахмет.